Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тоқаев мұны неге айтпай жатыр десем, Тоқаев ақыры айтқан екен, яғни өзінің ұстанымы дұрыс болғанын. Әу баста Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа байланысты Қазақстанның ұстанған ұстанымының дұрыс екендігін Тоқаев тағы бір айтты. Яғни осы кезге дейін бірнеше рет келіссөз туралы айтқанымен енді Тоқаев айтып отыр. Бәрібір айналып келгенде Украина мен Ресей келіссөз үстеліне отырады. Яғни енді бүгіндер білесіздер, Тоқаевтың айтқан ұстанымы Ресей мен Америка құрама штаттарының арасында, яғни Путин мен Трамптың арасында келіссөз басталғалы жатыр. Біреулер Сауд Арабиясында өтеді дейді, біреулер Біріккен Араб Әмірліктерінде өтеді дейді. Енді қалай дегенмен де екі елдің басшылары келіссөзге дайындықты бастап жіберді. Енді осынау келіссөзді сонау осы соғыс қызған шақтың өзінде Тоқаев айтқан болатын. Енді өзінің ұстанымы дұрыс екенін, былайша айтқанда болжамының дұрыс шыққанын Тоқаев тағы бір рет айтты. Тоқаев былай дейді: қазір Украина жөнінде көп айтылып жатыр. Біз алғашқы кезден бастап осы соғысты міндетті түрде тоқтату керек. Дипломатиялық келіссөздер арқылы бір мәмілеге келу қажет деп айттық. Бұл ұстанымымыз енді шындыққа айналды. Екі алпауыт ел саяси сұхбат жүргізе бастады. Бұл жақсы үрдіс. Әрі Қазақстанға пайдасын тигізеді. Сондықтан біз мұны мейлінше қолдаймыз деген болатын Тоқаев. Яғни осы кезге дейін Тоқаев нағып мақтанбай жатыр, мен дұрыс айттым ғой кезінде деген сияқты айтып еді. Енді Тоқаев осы сөзді ақыры айтып отыр. Өйткені әу баста Тоқаев айтқан болатын, Қытайдың немесе Бразилияның ұсынған жобасы осы соғысты аяқтауға байланысты қабылдау керек, соны талқылау керек деген еді. Бірақ әрине бұл жобалар Украина үшін тиімсіз болды да, бұл нәрселер талқыланбай қалды одан әрі қарай. Енді Тоқаев өзінің жасаған болжамының шындыққа айналғанын, бәрібір айналып келіп Украинаның және Украина мен Ресейдің арасындағы мәселеде үлкен келіссөздің болатынын, бұны дипломатиялық мақсатта шешіп тастау керек екенін алдын ала айтқан болатын. Енді келіп үлкен қырғын соғыстардан кейін Ресей мен Украина және Америка құрама штаттары келіссөз үстеліне отырғалы жатыр. Қазақстан үшін пайдалы деп жатқанның тағы бір мағынасын былай деп ойлаймын. БРИКСке Қазақстан қазіргі кезде серіктес мемлекет. БРИКСтің ресми мүшесі емес, үйтіп бетіп жүріп Қазақстанды әйтеуір серіктес мемлекет қылды. Ал БРИКСтің қандай ұйым екені баршаға белгілі. Америка құрама штаттарының әлемге жүргізіп отырған үстемдігі, доллардың үстемдігіне қарсы қандай мәлімдемелер жасап жатқандығы да белгілі. БРИКСтің нақты мүшесіне айналып кетпей тұрып, бұл соғыс тоқтайтын болса, БРИКСтің құрамына тарту бізді кейінге қалады, немесе мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Бұл біз үшін үлкен тиімді деп айтуымызға болады. Себебі БРИКСке мүше болу арқылы Қазақстан Американы өзіне тікелей қарсы қойып алуы әбден мүмкін. Себебі доллардан бас тартуға бағытталған БРИКСтің әрекеттері Трамптың ашуына тиген болатын. Одан кейін баж салығы дегенді шығарды Трамп. 100%-ға дейін баж салығы деді, салықты көбейтеміз басқа елдерге егер доллардан бас тартатын болсаң деген сияқты. Сонымен қатар Американың керемет экономикасынан бас тартуларына тура келеді деді. Былайша айтқанда саяси экономикалық қысым көрсеткен болатын. Алайда қазіргі кезде Қазақстанның сол Американың осындай саяси болсын, экономикалық қысымына төтеп бере аларлық күш қуаты жеткілікті деп айта алмаймыз. Бізге қазір мейлінше дипломатиялық жолдастан мысалы біз қазір Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа байланысты жүргізіп отырған саясатымыз өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмау саясаты болса, ал енді осынау саясатты біз осы соғысты аяқталамыз дегенше жүргізуге мәжбүрміз. Былайша айтқанда соғысқа да араласып кетпей, Ресейдің де қытығына тимей, және БРИКСке мүше болып Американың да қытығына тимей, жан-жақтан пайда көру. Былайша айтқанда Қазақстанның мүддесі ғана. Себебі біздің Қазақстанның мәңгілік досы да, мәңгілік жауы да жоқ. Біздің мәңгілік мүддеміз ғана бар. Соны басшылыққа алуымыз керек сияқты. Әлде де бұл соғыстың тезірек аяқталғанның бір пайдасы осы болар деп ойлаймын. Ал егер бұл соғыс одан әрі жалғаса беретін болса, Ресей сөзсіз әлсірей береді және әлсірей береді. Әрине, Ресейдің бұл соғыс тіпті 2025 жылы осы жылы аяқталғанның өзінде де
өзінің экономикасын, әлеуетін, адам санын, саяси жағдайын дұрыстау үшін Ресейге 10 жылдықтар керек екені айтпаса да түсінікті. Себебі мына соғыс Ресейдің құр сүлдерін қалдырды. Қазір әупірімдеп әйтеуір келіссөзге келе жатырмыз деп Кремльдің өзі әзер дегенде осы соғысты аяқтағысы келіп отыр. Ал бұл соғыс одан әрі жалғаса беретін болса, Ресейдің экономикасына ойсырай соққы болатыны айтпаса да түсінікті. Бірақ қалай дегенмен де бұл соғыс Ресейді былайша айтқанда тәубесіне келтірген сияқты. Ресей мен Украинаның арасындағы соғыс Кремльдің есін жиғызып, айналасында кімнің дос екенін және өзіне бұрынғыдай әкіреңдей бермейтінін, айналасындағы мемлекеттермен де санасу керектігін жақсылап түсіндірді.